Сонымен біз орталық стадиондамыз. Біздің сүйікті командамыз Елімай клубы осы оңтүстіктен келген оңтүстік академия футбол клубын қабылдады. Бұл 13-ші тур аясында өтіп жатқан кезекті матч тартысты болды шыны керек. Біздің команда бірден шабуылға лап берді. Және де осы Житнев, Кавторадзе, Яковлев бастаған жігіттер білгендерінен жаңылған жоқ. Оң жақ қапталда осы Дмитрий Шмидт деген бізде ойыншы бар, 15-ші нөмірде. Қазір сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп тұрған осы жігіттің біраз еңбегін айта кетсе артық еткен емес. Оң жақ қапталдан шыны керек қорғаушылардың біраз есін шығарып отырды қонақ команданың. Енді жанкүйерлер қарасы өте көп. Диктордың айтуы бойынша 4-5 мың 6 мыңға дейін жанкүйер келген дейді. Бұл деген Семей футболының рухының оянғандығы, Семей футболының дамуының бір алдыңғы шебі деп білейік, бастау деп білейік. Сондықтан бірінші тайм сонымен 2-0 есебімен біздің команданың жеңісімен аяқталды бірінші тайм, бірақ қызықтың көбесі екінші таймда болды. Яковлев негізі гол салып еді, бірақ төреші офсайд деп таныды. Содан кейін қызықтың көкесі Арман Нүсіп Кавторадзе тағы да голмен тау тұрғызды. Қонақтарды қарап қалған жоқ, бір емес 2 гол біздің қақпаға соғып саңлау тапты десек болады. Дегенмен 4-те кесіп біразға дейін сақталып тұрды да ең соңында осы 5-ші допты Арман Нүсіп біздің 7-ші нөмірдегі сұрмергеніміз Қайрат Академия клубының түлегі, және назарларыңызға Самат Сымақ біздің бас бапкер атанып жанкүйерлер осы барабан ұстаған жігіттерге риза болдық.